Достар, сәлем, менің есімім Жанар. Бүгін біз сіздермен шетелдік гранттар туралы айтатын боламыз. Жалпы шетелдік гранттардың түрлері өте көп. Ол туралы ақпаратты кез келген сайттардан, жалпы Google'дан іздеп тапсаңыздар болады, бірақ негізі ресми сайттар бар. Солардың бір қатарына мен бүгін тоқталатын боламын. Жалпы шетелдік гранттар туралы айтқанда, олардың бірнеше түрі бар. Оларға тапсырушы адамдар 3 топқа бөлінеді. Бакалаврда оқығысы келетіндер, сонымен қатар магистратураға түскісі келетіндер және PhD бойынша өздерінің ғылым жолын жалғастырғысы келетіндер. Шетелдік университетке түсерде сізден ең басты құжат GPA деп аталатын дипломның орташа балын сұратады. Және ең басты құжаттардың бірі TOEFL немесе IELTS сертификаттары. Достар, өте мұқият болыңыздар деймін. Барлық ақпаратты мен экранда осылай түгелімен жазып отырамын. Ендеше бастаймыз. Грант ол Корея ұлттық университеті, яғни Корея ұлттық өнер университеті деп аталады. Осында түрлі сала бойынша, оның ішінде журналистика бар, телевидение саласы, немесе өнердің басқа да салалар бойынша бір жақсы грант бар. Жылда өткізіледі, Азия мемлекеттеріне арналған, дамушы мемлекеттерге арналған грант, сондықтан осы грантқа назар аударыңыздар дегім келеді. Гранттың ішінде тіл курстары бар, мен сіздерге айттым, тіл курстары жөнінде өте қолайлы, және Корея өте әдемі мемлекеттердің бірі. Негізі менің де арманым болған Кореяға бару. Екінші грант қыздарға арналған, қыздар назар салыңыздар, 1000 қыз және 1000 болашақ деп аталады. Осы грант бойынша өтіп кету мүмкіндігі менше бар, өйткені қыз балаларға, лидер қыз балаларға арналған грант. Жалпы енді Европадағы гранттар ұсынатын, сан жағынан ең көп гранттар ұсынатын мемлекеттердің бірі Германия деп мен айтар едім. Өйткені осы мемлекетте жылына бірнеше рет гранттар ұсынылып жатады. Ақпаратты осы сайттардан таба аласыздар. Достар, тағы бір бағдарлама жөнінде айтқым келеді. Ол шығармашылық бағдарлама. Егер шығармашылықпен айналыссаңыздар, осы сайтқа кіріп, бағдарлама шарттарымен таныссаңыздар болады. Гранттардың түрлері де өте көп. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының өкілі болу, стажировка, волонтерлық, тәжірибе алмасу, курстардан өту және бұлардың барлығы тегін, сізге керісінше ақша төлейді. Тағы бір ақпарат, фото конкурс жөнінде айтқым келіп отыр. Фотоға түсіру өнерімен айналысатын адамдарға өте қызықты ақпарат деп есептеймін. Және соңғы ақпарат, Түркия бурсылары бағдарламасы жөнінде. Бұл грант туралы көптеген адамдар біледі деген ойдамын. Дегенмен де жақында қандай өзгерістер бар, бұл бағдарламаға қатысу үшін қандай сертификаттар, қандай құжаттар керек, мінекей сол туралы ақпаратты осы сайттан біле аласыздар. Тағы бір бағдарлама Stipendium Hungaricum деп аталады. Осы бағдарлама аясында 3 жыл бұрын мен оқуға тапсырған болатынмын. Қыста бағдарламаның дедлайны. Мінекей осы ақпараттар бойынша бағдарламаға қатыса аласыздар. Өте ыңғайлы, Мажарстанда білім алу мүмкіндігіне ие болыңыздар. Негізі дұрысы, бірнеше университетке бір тапсыру, сонда 5 университеттің біреуі міндетті түрде сізге түстіңіз деген хат жібереді. Және грантқа тапсыру кезінде қолдарыңызда бар барлық сертификатты ұялмай тіркеп салыңыздар. Мотивациялық хаттарыңызды әдемілеп жазыңыздар. Достар, мен сіздерге бүгін уақыты, дедлайны жақындап келе жатқан құжаттарды міне тапсыру керек деген бағдарламалар жөнінде айтқан болатынмын. Алдағы уақытта да осындай гранттар жөнінде ақпарат беретін болам. Менімен бірге болыңыздар.